облысы Шу қаласы 49-ші бастауыш мектебінің 4-ші А сынып мұғалімі Азимова Гүлнар Ордабайқызы. Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы осы шақ етістік. Оқу мақсатымыз мәтіннің тақырыбы мен мазмұнының өзара сәйкестігін анықтау және ондағы негізгі ойды тұжырымдау. Етістікті тиісті шақта, өткен шақ, келер шақ, осы шақта қолдану. Етістік іс-әрекеттің жүзеге асыру мезгілін, уақытын білдіреді. Соған орай етістіктің 3 шағы болады. Осы шақ, өткен шақ, келер шақ. Мысалы, осы шақта ұшқалы тұр. Өткен шақ ұшырылды. Келер шақ ұшырады. Осы шақ етістіктер іс-әрекеттің қазір болып жатқанын білдіреді. Мысалы, көріп отыр, өсіп тұр. Осы шақ етістіктер не істеп отырмын, жатырмын, тұрмын, жүрмін. Не істеп отырсың, жатырсың, тұрсың, жүрсің. Не істеп отыр, жатыр, тұр, жүр деген сұрақтарға жауап береді. Олай болса балалар, бүгінгі сабағымызға байланысты ойлам тапсырмасы бойынша берілген сөздерді пайдаланып, сөйлем құрап оқы. Оларға сұрақ қой. Екінші тапсырма бойынша берілген сызбаға сәйкес сөйлемдер құрап жаз. Мұнда ұшып жүр, жинап жатырмын, жаттап отыр. Етістіктің қай шақта тұрғанын анықтаймыз. Және осы берілген сызбаға сәйкес сөйлемдер құрап жазамыз. Үшінші тапсырма бойынша жұмбақты оқып, шешуін табу. Көк қарбызым қойған жерде биік тұр, сол қарбызға бүкіл әлем сыйып тұр. Шешуін табамыз және етістіктің қай шақта тұрғанын айтамыз. Жұмбақтың шешуіндегі сөз туралы не білеміз? Олай болса, қорыта келе, бүгінгі біздің өткен сабағымыз етістіктің осы шақ етістік. Осы шақ етістіктер іс-әрекеттің қазір болып жатқандығын білдіреді. Және не істеп отырмын, не істеп отырсың, не істеп отыр деген сұрақтарға жауап береді. Үйге тапсырма. Мына сурет бойынша әңгіме құрап жазамыз. Және осы әңгімедегі осы шақ етістіктердің астын тауып сызамыз. Тыңдағандарыңызға рахмет.